Мен Магин Анастасия, Қарағанды қаласының номер 32 орта мектебінің 6 сынып оқушысымын. Абайдың 175 жылдығына қыз өлеңі айтамын. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау, тынымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаң қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киген оқшырайтып, аязбенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзім, басын сіліксе қар жауып мазанды алды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақырда ой шайқалды. Әуез көріп жүгірген жас балалар беті қолы домбығып өсік шалды.